Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан өте керемет шығатын құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ әрі жұқа болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бізге қажетті заттар жылы сүт, қант, жұмыртқа, ертілген сармай және ұн қажет болады. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды саламыз, оған қант қосамыз және венчикпен жақсылап осылай араластырамыз. Енді аз мөлшерде сүтті қосамыз, қалған сүтімізді алып қоямыз және ертілген сармайымызды қосып жақсылап араластырамыз. Енді осы массаға ұнымыздың барлығын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымыздың барлығы осылай жақсы араласқаннан соң барып, қалған сүтіміздің барлығын толық құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізде осындай сұйықтау масса пайда болады. Енді қызып тұрған табамызға бір ожаудан массамызды құя отыра құймақтарымызды пісіретін боламыз. Біздің құймақтарымыз өте тез піседі, бір беті шамамен 5 минутта пісіп қалады. Жан жағы осылай қызарғаннан соң барып зубочисткамен құймақтардың шетін осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Екінші бетіне аударамыз. Екінші бетінде 2 минут немесе 3 минуттай табада ұстайтын боламыз. Біздің құймақтарымыз өте тез пісіп шығады, сондықтан бір бетін шамамен 2 немесе 3 минуттай ұстаймыз. Достар, біздің құймақтарымыз дайын, өте керемет болып шығады. Кез келген мерекелік дастарханға құймақтарымызды ұсынсаңыздар болады. Құрамы өте қарапайым жолмен дайындалды, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.